Reddit қолданушылары қандай нәрсе басында оңай болып көрінгенімен шын мәнісінде өте қиын. Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Ысқыру. Менің жасым 23-те, мен әлі де ысқыра алмаймын. Тәтті жеуді тоқтату. Мен өмір бойы күресіп келе жатырмын, бірақ жеп қоя беремін. Тәрбие алу және тәрбие беру. Шынтағыма тілімді тигізу. Дәл қазір жасап қара, жасай алмайсың. Басқа тілдерді үйрену. Мен ағылшын тілін үйреніп алғандай тез арада француз тілін үйренем деп ойладым. О-ля-ля, қайдағы қанша уақыт кетті уже. Француз тілін үйренген адам ретінде айтайын. Бұл шынымен де о-ля-ля. Суық суға түсу. Алдымен жаттығу жасап денеңізді жылытып алыңыз. Сол кезде суық суға түсу оңай болады. Скейтборд тебу. Мен олли трюгін жасау 2 сағат уақыт алады деп ойладым. Бірақ оны жасау үшін бірнеше күн қажет болды. Бірақ бәрібір оңай болмады. 360 градусқа дейін ауада айналдыруды үйренуге маған 2 жыл уақыт қажет болды. Серфинг. Колледж немесе универден кейін жұмыс табу. Жақсы әрі сапалы ұйықтау. Мен тез ұйықтап кете алмаймын. Мен ұйықтарда аудио кітап тыңдаймын. Сонда тез ұйықтап кетемін және пайдалы әрі қызықты нәрселерді тыңдайсың. Қыздарға флирт айту. Қыздарға флирт айтудың ең маңызды жері 10% не айтқаның, 90% қалай айтқаның. Менің бір нәрсеге қаншалықты жақсы немесе жаман екенді түсіну. Мені әрдайым жобада жұмыс істейтін кезімде менің әріптестерім мені таңғалдырарлық немесе данышпанмын деп айтады. Бірақ мен өзімді үнемі жақсы еш нәрсе жасамайтындай сезінемін. Менің ойымша мен әрдайым қоқыс заттар жасайтындай сияқтымын. Өмір сүру, садақ ату. Басында өте оңай болып көрінді, кейін атуды бастағанда түсіндім, бұл өте қиын зат екен. Математика. Мен қазір отырамын да кітап жазып тастаймын. 9000 сөз. Дым емес. Қайдағы? Кітап жазып тастау оңай, бірақ шынымен де адамдар мән беріп оқитын, эмоция сыйлай алатын кітап жазу өте қиын. Жақсы жұмыс табу, әсіресе оқу бітіргеннен кейін. Гитарада ойнап үйрену, ересек, яғни взрослый болу. Таңертең ерте тұру мен үшін өте қиын. Хотя бы сағат 9-да тұрсам қатты қуанам. Қайдағы 6-7? Не айтып жатырсыңдар? Қайдағы 6-7? Қазір тұрдым. Бізде сағат түскі 2. Атпен шабу. Бұрын аттың үстіне отырсам болды, өзі жүре береді деп ойладым. Шынында атқа өзің қалаған бағытта және жылдамдықта жүргізу өте қиын екен. Коньки тебу. Досым мұз айдында 7 жасар балалар билеп жатыр. Бұл онша қиын болуы мүмкін емес. Құлайсың, тұрасың, қайтадан құлайсың, соғыласың. Конькимен сырғанауды үйренуге арналған ең жақсы кеңес. Мұзда жүруге тырысуды тоқтатыңыз. Кез келген жаңа адам жүруге тырысады. Бірақ шын мәнісінде мұзда тепе-теңдік сақтағанға дейін мұны істеу қиынырақ. Ат айтып тұрғандай сіз коньки тебуіңіз керек. Тіпті ең жақсы нәрсе өзіңіздің бір аяғыңызбен коньки тебу болса да. Сондай-ақ мәнерлеп сырғанаудан гөрі хоккей конькилерін пайдаланыңыз. Ұзақ демалыстан кейін жаттығу жасау. Банально естілсе де, бірақ сонда да мені тыңдаңыз. Баяу бастаңыз. Дереу 10 километр жүгірем немесе күш жұмсаймын деп ойламаңыз. Осыдан бір ай бұрын мен жүгіру арқылы көбірек жаттығу жасағым келді. Мен аптасына 2 рет аздап жасай бастадым. 30 секунд жүгіріңіз, 30 секунд жүріңіз, содан кейін қайта жүгіріңіз. Осылай күшіңізді сақтап жасасаңыз, бұрынғы қалпыңызға тез жете аласыз. Бастысы жарақат алмайсыз. Салмақ тастау басында оңай сияқты болып көрінді. Мен 1 жыл бұрын қанша калория жейтінімді есептеу үшін санауды бастадым. Бір күнде 3000-4000 калорияны оңай жей салатыныма ұялғаным үшін тамақты аз жеуді бастадым. Есептеп көріңіздер, шынымен таңғаласыздар және ұялғаннан тамақты аз жеуге көшесіздер. Адамдармен сөйлесу. Келсем, бұлай сөйлесе бересің ғой, бірақ әртүрлі адам бар. Оларға сай сөйлесу қиын. Үйлену. Ерте үйленетіндер қоғамды құртып жатыр. Еш тәрбие бере алмайды ғой адамдар ерте жаста. Ән айту кәсіби деңгейде емес, тіпті адамдардың алдында да емес, тек әнге қосылып айту. Мен үйді жинап жүргенде YouTube'да музыкалық видеолар қостым. Sweet Child O' Mine әнін ұсынды. Мен бұл әнді жүздеген рет айттым, бірақ бір кезде әуенді тоқтатып өзім шырқап көрдім. Қарқыс атқыр, мен сөздерді білемін, бірақ мен оларды өте нашар айтамын. Бәрі дұрыс емес фразалар, дұрыс емес ноталар. Мен өте нашар, өте жаман шырқадым. Осыны түсіну үшін 53 жылым кетті. Менің ән айтқаныма біраз уақыт болды. Бірнеше сахналарда ән шырқадым және көптеген адамдар менің керемет даусым бар екенін айтты. Бірақ мен көп қателесемін. Сөз тіркестерін бұзамын немесе сөздің айтылу керек уақытынан шатасамын. Менің ойым, ән айту қиын. Әнді үнемі жақсы айту үшін сізге көп жаттығу керек. Кейбір күндері вокалдық аккордтар сіз қанша тырыссаңыз да сізге бағынғысы келмейді. Ондай күнде жай ғана демалу керек. Теннис ойнау. Өте қиын, шаршап қаласың. Жуынғанда өзіміздің арқамызды тазалау, яғни ысқылау. Мойындайықшы, бәріміз де арқамызды дұрыс жумаймыз ғой. Барабанда ойнау. Былай отырып алып, оңды солды бәрі ұра алады. Бірақ күшті етіп нотаға сәйкес ойнау өте қиын. Кассир болу. Неге маған соншалықты ауыр болғанын өзім де білмеймін. Жұмыстың өзі өте оңай сияқты болды. Бірақ мен әрдайым депрессияға ұшырадым. Ауысымнан кейін мен қатты шаршайтынмын.
Егер мен жұмыстан шықпасам, мен өзімнің психологиялық денсаулығымды бұзар едім деп ойлаймын. Иә достар, психикалық денсаулықты да қатты қадағалау керек. Денең сау болып, психикаң ауру болса, өмірдің еш мәнісі болмайды. Ал сенің ойыңша қандай нәрсе басында оңай болып көрінгенмен шын мәнісінде өте қиын? Комментарийға жазып отыр және осы видеоға лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Қазақ тілін бірге дамытайық.